Сәлем, бұл видеода мен сіздің уақытыңызды алып, миыңызды ашытатын ақпараттар айтпаймын. Бұл видеода мен сіздерге қалай жасанды интеллект сіздің өміріңізді жеңілдететін туралы ақпараттармен бөлісемін. Кеттік. Өміріңізді бірнеше есе жеңілдететін мен бір мини-курс дайындадым. Ол мини-курс сіздің уақытыңызды кемі 2 есе үнемдейді және мен айтқандай өміріңізді 5-10 есе жеңілдетеді. Неге мені жалпы тыңдау керек? Мен осы жасанды интеллект саласында жүргеніме 2 жылдан астам уақыт болды. Яғни мен 2024-тің бастапқы айларында осы жасанды интеллект туралы мүлдем біздің нарыққа кірмеген кезде мен осы жасанды интеллектті үйреніп алып, осы біліммен басқа адамдармен бөлісіп, басқа компанияларға көмектесіп, соларға жасанды интеллект құралдарын енгізіп жүрдім. Яғни мен жасанды интеллект арқылы 50-ден астам проекттерге осы жасанды интеллект автоматтандыру болсын, контент болсын, осындай дүниелермен енгіздім. Автоматтандыру, контент, көмекшілер, сайт бәрін мен өзім үйреніп, өзім жұмыстарымда қолданып, басқа кәсіптерге, басқа проекттерге енгізіп, және басқа адамдарға осы дүниелермен бөлісіп, оларды үйретіп жүрмін. Тек өзімнің тәжірибемен өткізген дүниелермен осы видеода бөлісетін боламын. Ешқандай ешқандай өтірік ақпарат тым болмайды, тек қана по факту сөйлесеміз. Мысалы қараңыздар, бір кейспен бөлісейін. Маған кезінде жасанды интеллектке дейін презентация жасау керек болды. Оны жасау үшін мен 3-4 сағат уақытымды сол презентацияның структурасын жасауға құртатымын. Ол дегеніміз не? Яғни әрбір бетте не жазылу керек, қандай ақпарат болу керек, презентацияның идеясы қандай болу керек, соның барлығын ерінбей немен жазып отыратын бортпен. Одан кейін мен сол дизайнерге 1-2 сағат уақытымды тызы беруге құртатымын. Яғни тызы беру дегеніміз не? Менің миымдағы дизайнер, яғни дизайн қандай болу керектігін мен дизайнерге жеткіземін. Оның стилі, оның қандай түстер қолдану керек, қандай шрифтті қолдану керек деген сияқты, қандай элементтер болу керек, соның барлығын жеткізу үшін 1-2 сағат уақытым кететін. Енді мен сол дизайнерге 50 беттен тұратын презентацияға кемі 50.000-70.000 теңге ақшамды төлейтінмін сол презентация жасау үшін. Одан бөлек, жарайды, бұл кетті ғой, мен сол презентацияны дайын болу үшін 2-3 күн уақыт күтетімін. Енді сол 2-3 күннен кейін ол презентация маған ұнайды ма, ұнамай ма, ол да бір кепіл емес қой. Сол үшін менде правкалар болатын. Мысалы, мына 40-шы беттен аны өзгерту керек, 45-ші беттен ана жерде стиль кетіп қапты деген сияқты. Мен өзгертулерді дизайнерге жіберемін, және тағы да бір жарты күн уақытты күтетімін. Былай айтқанда 3-4 күн уақыт менде жай ғана сол бір презентация жасау үшін кететін. Қазір қалай? Қазір жасанды интеллект арқылы мен осы структураны 1-2 сағат уақыт кететін структураны мен қазір 10-15 минутта жасап аламын. Яғни менде толық 50 беттік слайдтың структурасы дайын тұрады қолымда. Одан кейін мен осы структураны жасанды интеллект арқылы небәрі 2-3 сағатты әдемі дизайнер сияқты жасап аламын. Мысалы, мен қазір мына видеоның астына соны қойып кетемін, көрсеңіздер болады. Менің мысалы ретінде қандай презентациялар жасадым. Мынаның астына қараңыздаршы. Мынау кәдімгідей дизайнер мынандай 1 беттік сайтқа кемі 1.5-2 мың теңге төлейтін нарықта ше. Мен мұны осы жасанды интеллектпен жасадым, барлығын міне астына қойып кеттім. Одан кейін мен осы презентацияларды жасанды интеллектпен жасау үшін олардың подпискасы бар, яғни $20 тұрады, 10 мың теңге төлеп осындай презентациялар жасайтынмын. Кейде тіпті тегін подпискасымен мен 30-40 беттік презентацияларды жасап алатынмын. Ойлаңызшы, яғни мен кезінде 3-4 күн уақыт кететін дүниелерді қазір небәрі 2-3 сағатта жасап аламын. Маған ұнамайтын жерде мен сол жасанды интеллект айтып, сол жерде 1-2 минутта ғана түзеп аламын. Енді жасанды интеллектсіз 5-6 сағат уақыт, 50-70 мың теңге ақша, және кемі 2-3 күн күту болды. Қазір қандай? Жасанды интеллектпен 2-3 сағат уақытта мен толық презентацияны жасап аламын. 50-70 мың теңге қалтамда үнемделіп қалады, және ешкімді күтпеймін, бірден маған нәтиже дайын болады. Одан бөлек қараңыздар, менде қазір жеке штат бар. Ол дегеніміз не? 24/7 жұмыс істеп отыратын менің көмекшілерім бар. Ол деген бухгалтер, нутрициолог, психолог деген сияқты. Мысалы, бухгалтердің кейсіне келетін болсақ, ол қалай? Ол маған, менің мысалы ИП-ім бар, сол ИП-ме қатысты отчетты қалай тапсыру керек, қандай отчет тапсыру керек, оны тапсыру үшін қандай неге кіру керек, мысалы кабинет, салық төлейтін кабинетке кіремін, ол жерде қай жерге басамын, отчетты толтырамын, мысалы көп бөлімдері бар. Соны маған қалай толтыру керектігін түсіндіреді. Яғни ол қанша теңге салықты төлеу керекпін, соның барлығын осы жеке бухгалтер біліп отырады. Яғни менің ИП-ме қатысты. Налогты қалай төлейсің, ол налогты төлемесең не боласың, штраф қандай болады, пеня қандай болады деген сияқты толық ақпараттарды біледі. Мысалы, басқа бухгалтерім болса, мен оған кемі 100-150 мың теңге төлейтін, ал мені жасанды интеллектпен тегін жасап отырмын. Келесі жеке нутрициологым бар. Ол деген не? Мысалы,
ол менің толық анализдерімді, толық денемге қатысты ақпараттардың барлығын біледі. Маған қандай витамин жетіспейді, қандай витамин, сол витамин жетіспейтінін маған не істеу керектігін толық ақпараттар айтып отырады. Яғни қандай бат ішу керек, қандай тамақ ішу керек деген сияқты. Мысалы, мен тамақ ішіп отқан кезінде мен оны фотоға түсіремін да жасанды интеллектке жіберемін, и ол маған айтады: мына жерде мынандай витамин саған толықтыру мүмкін, мына жерде мынаны сәл көбейту керек, жалпы мынау осындай калорий шығады деген сияқты. Яғни мен басқа нутрициологқа барсам, ол маған кемі 100-150 мың теңге чекті айтатын еді. Одан кейін жеке психологым бар. Ол дегеніміз не? Яғни ол мен туралы толық ақпарат біледі. Менің қазіргі психоэмоционалды күйімді біледі және соған сәйкесінше маған кеңес беріп отырады. Мысалы, менде кейде стресс болады, кейде ұрысу болады, кейде бір конфликтный жағдайлар болып қалады. Кейде менде мысалы бір өзімді нашар сезіну күйлерім болады. Сол жерге мен жасанды интеллектпен ақылдасып, ол маған сол кеңестер беріп отырады. Яғни мен не істеу керекпін, қандай амал жасау керекпін, мен сол жерде не түсіндім, қандай сабақ алдым деген сияқты. Басқа психологқа барсаңыз, кемі бір сеанстың өзіне, бір жақсы психолог болса 15-20 мың теңге төлейсіз. Ал бір проблеманы шешу үшін сізге тұрақты түрде айлап бару керек. Ал оған сіз мына жақта жазып қойдым, яғни мен минимальный бағамен айттым, 100-150 мың теңге. Негізі орташа 250 мың теңге кетеді. Енді қараңыз, әрбір маманға 100-150 мың теңге төлейсіз. Мысалы, мен мына жақта 3-ақ маман келтірдім. Ол айына 400-500 мың теңге шығып кетеді. Соның барлығы маған қазір тегін жұмыс істеп отырады, және сізге де тегін жұмыс істеуі мүмкін. Одан бөлек бізде жасанды интеллектпен видео бар. Яғни видеолар жасаймын. Ол қазіргі таңда нарықта видео жасаудың 3 түрі бар. Тексті видеоға айналдыру, фотоны видеоға айналдыру және видеоны өзгерту. Мысалы, сізге балаңызға ертегіні видеомен түсіндіргіңіз келеді. Ол үшін сізге жай ғана жасанды интеллект керемет көмектеседі. Ол дегеніміз не? Сізге промпт жазу керек. Яғни ол мен осы мини курсында түсіндірем. Сол промптты жазып, сіз жасанды интеллектті бір платформаға кіріп, сол жерге идеяңызды жеткізесіз, промптыңызды жазасыз, және сіздің миыңыздағы идеяны ол видеоға айналдырып береді. Соны сіз балаңызға көрсетесіз. Не деген керемет мүмкіндікті қазіргі уақытта. Одан кейін ескі фотоны жаңарту, одан ақша табу деген күшті құрал бар. Яғни бұны связка деп айтамын. Бұл қалай? Мысалы, кез келген отбасыда сырылып ескі фотолар жасап жатады ғой альбомның ішінде. Сіз сол фотолардың сапасын жоғарыға етіп, мысалы, сырылған, бір жойылып кеткен жерлерін қалпына келтіру арқылы ақша тапса болады. Бұл бірінші жолы. Екіншісі, сіз сол фотоларды, яғни мысалы атаңыз болсын, немесе басқа бір танысыңыздың аталары болсын, өмірден өткен адам болсын, соларда сіз видеоға айналдырып, сол арқылы ақша тапсаңыз болады. Кезінде менде де сол арқылы ақша тапқанмын. Яғни маған адамдар жазатын, менде мынандай фото бар, оны қалпына келтіру керек, оны видеоға айналдыру керек деп. Мен бір фотоның өзіне кемі 4-5 мың теңге табатымын. Ал адамдарда, альбомдарда білесіз қаншама фото бар деген сияқты. Келесі. 24 сағаттың ішінде осы мини курсты алатын адамдарға мен екі күшті керемет бонус дайындап қойдым. Ол қандай бонустар? Біріншісі чатбот жасау сабағы. Қазір байқағаным, көбісі нарықта чатботты дұрыс жасай алмайды. Жасай алса да ол вообще дұрыс емес жұмыс істейді. Мысалы, мен бұл сабақта Инстаграмға чатботты қалай жалғау керек, қалай біз подписчиктің, яғни адамның бізге тіркелген, тіркелмеген тексереміз, қалай біз сол аудиторияны WhatsAppқа жинаймыз, яғни тағы да басқа көптеген осындай ақпараттармен мен соны бөлістім. Яғни бәрі қадам-қадаммен. Жаңағыда айтқандай, мен чатбот жасауға кемі, яғни мен 30-40 мың теңге аламын, және кететін уақытым бір ары кетсе 20-30 минутта жасап тастаймын. Одан кейінгі келесі бонус ол 10 мың подписчик жинайтын PDF гайд. Бұл гайдтың ішінде четкий инструкция бар. Яғни подписчикті қалай жинау керек, қандай контент түсіру керек, ол контенттің түрлері қандай, форматтар қандай, сізде қазір подписчик аз болса қандай видео түсіру керек, жалпы мына структура, система туралы толық ақпаратты бөлістім. Қазіргі таңда менің өзімнің инстаграмымда 14 мыңға жуық подписчик бар. Мен осы подписчиктерді қалай жинағаным туралы сол PDF гайдтың ішіне барлығын бердім. Бұл PDF гайдты жалпы мен өзімнің маркетингте жүргенімнің 5 жылдық тәжірибемнің осының ішіне енгіздім. Сіздің міндетіңіз осыны оқисыз және өзіңізге жай ғана қолданасыз. Бұның құндылығы кемі 300-400 мың теңге тұрады. Яғни барлығын қоссақ не болады? Бухгалтер бар, жаңағы мен айттым, көмекшілерім бар, психолог, нутрициолог, презентатор, дизайнері бар, плюс 2 бонусым бар. Одан бөлек мен жаңа айтқан видеолары бар. Яғни ол дегенімізде жасанды интеллект арқылы
видеолар жасау, трендтегі видео жасау, мысалы киімді ауыстыру, өзіңнің түріңді ауыстыру жіберу, қолыңа бір затты ұстату, фотосессиялар жасау, мысалы профессиональный қазір анау студияға барып жасайтын фотосессияларды қалай осы иімен жасауға болады деген өте көп сабақтар бар. Мен оның барлығын мини-курсқа сыйдыруға тырыстым. Жалпы осы құны кемі 250-300 теңге шықты. Бағаны әдейі соңына дейін қалдырдым, себебі көрсеңіз, сізде мен сияқты таңғалатыныңызға мен шынайы сенімдімін. Себебі бағасы небәрі 7.990 теңге. Бұл бағаны бір рет төлейсіз, өмір бақи осы ақпарат сізбен қалады. Енді қараңызшы, бұл бонустар, бұл баға 24 сағатқа ғана сақталады. Себебі маған шынайы осы білімдерді аламын, үйренемін деген адамдар керек. Уақытын созып, екі ойлы адамдар маған керек емес. 24 сағаттың ішінде төлем жасайсыз, сізге осы екі бонусты берем, және жаңа мини-курсқа доступты сіз өзіңіз аласыз. Мен осы ақпаратты тыңдаған үшін мен шынайы қуаныштымын, себебі сіз өз өміріңізді өзгертіп, жаңа қабілеттерді үйренгіңіз келетіні анық. Сол үшін уақытыңызды ертеңге қалдырмай, дәл қазір әрекетке көшіңіз. Рахмет.